Халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес күніне орай Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде сыбайлас жемқорлықпен күрес ортақ парызымыз атты салтанатты шара өтті. Әлемнің дамыған 30 мемлекет қатарына енуді көздеген елбасымыз жемқорлыққа қарсы заңнамаларды жетілдіру арқылы жұмыла күресуді тапсырған. Жемқорлық жай ғана құқық бұзушылық емес, мемлекеттің тиімділігіне деген сенімді сетінетін және ұлттық қауіпсіздікке төнген қатер болып табылады. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу жалпы ұлттық міндет деген болатын. Салтанатты жиында Нұр Отан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ибадулла Дүйсенбайұлы департаменттің жүйелі атқарылып келе жатқан жұмысына оң бағасын берді. Елбасымыз айтқандай, сыбайлас жемқорлықтың себептері мен алғышарттарын анықтап, оларды жою бағытындағы жұмыстарды күшейту қажет деген міндеттер жүзеге асыруда. Өздеріңіз білесіздер, Нұр Отан партиясының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы бар. Біздің Нұр Отан партиясының қазір осы республикалық және аймақтық мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына және де бюджеттен бөлінетін қаржылардың тиімді жұмсалуы бағытындағы жұмыстарды бақылайтын партиялық бақылау комиссиялары бар. Және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі біздің қоғамдық кеңесте бұл республикалық, облыстық, аудандық және қалалық деңгейде құрылған. Осы қоғамдық кеңестерде түрлі бағыттағы жұмыстар талқыланып отырады. Оның ең басты мақсаты осы қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру. Халықаралық Transparency International ұйымының 2017 жылғы сыбайлас жемқорлықты анықтау индексіне сәйкес, Қазақстан 31 ұпай жинап, әлемнің 180 елінің арасында 122 орынды иеленді. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда өзінің көрсеткішін 2 ұпайға және 9 позицияға жақсартты. Рейтинг бойынша ең жоғары нәтижені 89 және 88 балл жинаған Жаңа Зеландия мен Дания мемлекеттері көрсеткен. Жалпы биыл біздің агенттіктің құрылғанына 20 жыл, мемлекеттік қызмет туралы заңның қабылданғанына 20 жыл, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның қабылданғанына тура 20 жыл толып отыр. Бұл о баста сонау 1992 жылы 17 наурыздағы президенттің ұйымдасқан нысандағы қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күшейту жөніндегі шаралар туралы заң күші жарлығынан басталған болатын. Сол 90 жылдары елдің күйзелісі, тәуелсіздік алған уақытта шаруашылық күйзеліс бар, қиын-қыстау кездер бар. Саяси дағдарыс жағдайында биліктің жаңа институттарын құру бойынша көптеген қиын міндеттерді шешуге тура келді. Бұл жағдайларда тек батыл іс-әрекеттермен ғана жұмыс жасау қажет болды. Осылайша 1997 жылы ел президенті еліміздің 2030 жылға дейінгі дамуын айқындайтын ауқымды стратегиялық құжатты ұсына отырып, маңызды басым бағыттардың бірі ретінде сыбайлас жемқорлыққа батыл және аяусыз күресті белгілеп берді. Жасыратыны жоқ, сыбайлас жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде мемлекеттік маңызы бар түйткілді мәселеге айналды. Себебі бұндай әрекеттің мемлекеттік қызметкерлер тарапынан көрініс табуы мемлекеттің дамуына кедергі келтіріп қана қоймай, қоғамда өкіметке, билікке деген сенімсіздік тудырады. Еліміздің дамуына, өсіп өркендеуіне өрескел кедергі келтіретін дертке қарсы күрес қарсаңында бірқатар азаматтар сыбайлас жемқорлыққа қарсы үн қосып марапат биігінен көрінді. Бүгінгі күн халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні болып саналады. Осы мереке аясында бір топ жаңағы осы салада жемісті еңбек етіп жүрген азаматтық тұрғыда осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді жұмыстар ұйымдастырып жүрген әріптестеріміз марапат түрінен көрінді. Солардың қатарынан табылдық. Әрине бүгінгі таңда қоғамдағы басты проблеманың бірі, сондықтан өркениетке қадам басқан жаңа ғасырда бұл дертпен күреске әрбір елім деген, жерім деген отаншыл азамат өзінің белсенді үлесін қосуы тиіс деп ойлаймыз. Департаменттің алғыс хатымен марапатталғандардың қатарында Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 4-ші курс студенті Жансая Нұрекеш. Мектеп табалдырығында оқып жүріп, мемлекеттік қызметте жұмыс атқаруды мақсат еткен ол, биыл мемлекеттік қызмет мектебінің алғашқы түлегі. Мемлекеттік қызмет мектебін бітірдім. Кішкентай кезімнен балалық шағымнан мемлекеттік қызметке тұру ол менің арманым болатын. Және де қазіргі уақытта мен оған бір қадам болса да жақындадым деп ойлаймын. Өйткені бүгін марапатталып жатырмын, өте қуаныштымын.
және де мемлекеттік қызметке орналасу ол қазіргі таңда әрбір жастың арманы мақсаты деп ойлаймын. Мемлекеттік қызмет әрине оңай емес, дегенмен де оның өзінің қиыншылықтары да бар, және де біз жастар осымен және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдағы уақытта күресеміз деп ойлаймын. Салтанатты шара соңы Япурай хор ұжымының «Бір жан сары» операсының үзіндісінен алынған керемет туындысымен қорытындыланды. Олжас Дәуіт, Ерлан Жұматаев, Жарас Рашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.